Ата-ана қатал болса, көп өтірік айтатын балаларды тәрбиелейді. Адамды көрікті ететін жүзі, жүзді сұлу ететін екі көзі. Десек те адамды адам ететін, оның аузынан шыққан сөзі. Ұлың мықты болса, еліңдікі, әлсіз болса, келіндікі. Жақсы әйел ұл туса, патшадан болмас кемдігі. Жақсы еркекпен отбасын құрған әйел мәңгі есеймеген бала сияқты. Еркелігі мен нәзіктігі жығып тұрады. Ал жаман еркекпен отбасын құрған әйел не қайсар, не шайпау болады. Балаңмен 7 жыл ойна, 7 жыл тәрбиеле, 7 жыл дос бол. Содан кейін тізгінді өзіне бер. Бір ит көріп үреді, 2 ит еріп үреді. Бір күндік бақыт іздесең, сұлулықтан ізде. 1000 күндік бақыт іздесең, халалдық пәктіктен ізде. Өмірлік бақыт іздесең, өзіңді сыйлайтын жанды ізде. Адамдар бірін-бірі түсінгенше жарты ғасыр өтеді, ал бір-бірінің қадіріне жеткенде өмір бітеді. 2 жүзді пышақтан сақтанба, 2 жүзді адамнан сақтан. Темір сырын отта танытады, адам сырын жоқта танытады. Үнсіздігім тектілігім, әрбір сөзге беретін жауабым бар әлбетте. Бірақ кей сөзге қараймын бе, сөз бе деп, кейде айтқанға қараймын адам ба деп. Сабыр жақсылық қазыналарының бірі. Алла тағала оны ардақты құлдарына ғана береді. Әйелді қорлаған еркекті өмір өкінішсіз жібермейді. Әйел киелі халық. Оның киесі өзін қорлаған еркекті бір атпай кетпейді. Нағыз ер жігіт 3 жағдайда тізе бүгеді. Намаз оқығанда, анасының қолын сүйгенде, науқас адамды көтеру үшін. Табысқа жеткендердің көпшілігі табандылық танытқан адамдар. Әйеліне көбірек көңіл бөл, өйткені гүл маған су құй деп айта алмағаны секілді, әйел де өз қалауын айта алмауы мүмкін. Адамның ең үлкен қателігі жастық шағын ойын сауыққа беріп, ғибадат құлшылығын қарттық шағынан қалдыруы. Өзгелерге сен қалай қарайсың, олар да саған солай қарайды. Ақша үнемі оны басқара алатындардың қолына өтіп отырады. Ақылды ісіне сенеді, ақымақ күшіне сенеді, әңгүдік түсіне сенеді. Ақша жақсы құл, бірақ жаман қожайын. Еш уақытта өтіп бара жатқан қиыншылыққа беріліп 2 қолды түсіре салмаңыз. Бүгін ауыр, ертең өте ауыр болуы мүмкін. Келесі күні күн шығады. Уақыт адамды күтпейді. Кешегі күн тарих, келер күнді біле алмайсың. Бүгінгі күн берілген сыйлық дұрыс пайдаланып қал. Әдемі сөйлейтіннен сақтан, өйткені ол сөз арқылы арбауы мүмкін. Үндемей тірлігін тәртіппен жасап жүргенді өзіңе үлгі ет. Сізді арзан ететін 10 әдет. Біріншісі, балағат сөздер мен әдепсіз сөйлеу. Екіншісі, тәртіпсіз істер. Үшіншісі,
күтімсіз шаш. 4-шісі лас аяқ киім. 5-шісі қатты сөйлеу және дөрекі сөйлеу. 6-шісі қоғамдық орындарда мұрын тарту. 7-шісі ыңғайсыз сұрақтар. 8-ші жағымсыз иіс. 9-шісі асығыстық. 10-шы белгіленген уақытта келмеу. Балаң жақсы болып өссін десең, жастайынан жасытпа. Адамдардың сені қызғанып көре алмауы сенің дұрыс бағытта екеніңді көрсетеді. Себебі адамдар еш уақытта өзінен төмен адамдарды қызғанбайды. Көрінгеннен де көбірек болсын даналығың, көп білетініңнің азын сөйле. Сақтық жасай отырып, батыл түрде қимылдау батырдың басты қасиеті. Қате жасағаныңызға өкінбеңіз, өйткені сол арқылы дұрыс жасауды үйрендіңіз. Әйелді табағынан байға, баланы талабынан байға. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азады. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп. Жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Басыңа іс түссе жаман дос алыстап жүрер. Жақсы дос жаныңда жүрер. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны. Адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасап тұрып басынғаны. Санасы биіктер жақсылығыңды көреді. Санасы төмендер жамандығыңды тереді. Қарапайым жандарда тәкаппарлық дегенді білмейтін жүректер бар. Кемшілікті іздемейтін көздер бар. Жылылығы кетпейтін жүздер бар. Тау сияқты биік түсінік, білім, ақыл, сана, теңіз сияқты кең жүректі болуды нәсіп етсін. Қазақ тілді каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіз.